Айбол айта беріңіз. Слайд көрініп тұр ма? Саламатсыздар ма? Енді бүгінгі менің тақырыбым оқушылардың мектепшілік және мектептен тыс қосымша біліммен қамтылуы. Енді білім толықтыру, яғни үйірмелер оқушылардың білімін толықтырып, қызығушылығын арттырады. Қабілеттерін ашу. Бұл яғни әр оқушының қабілетін анықтап, оны дамытуға жағдай жасайды. Үшіншіден, тұлғаны қалыптастыру, яғни оқушының тұлға ретінде қалыптасуына, өзін өзі дамытуына көмектеседі. Негізгі мақсаты. Енді негізгі міндеттері, яғни бірінші оқыту, бұл оқушыларға қосымша білім беру, олардың білім деңгейін көтеру. Екіншіден, дамыту, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, оқушыларды адамгершілікке, біздің мектепшілік шығармашылық бағыттағы үйірмелер бар. Яғни шығармашылық бағыттағы үйірмелерге сурет, қолөнер, музыка үйірмелері жатса, пәндік үйірмелерге мектептегі барлық пәндік үйірмелер жатады. Ал спорттық бағыттағы үйірмелерге футбол, волейбол, гандбол, теннис деген сияқты спорттық бағыттағы үйірмелер жатады. Енді шығармашылық үйірмелердің мақсаты шығармашылық қабілеттерін дамыту. Біріншіден, міндеті өнерге деген қызығушылықтарын арттыру. Бұдан күтілетін нәтиже болу, тағы да басқа. Енді пәндік үйірмелер, бұның мақсаты пәнге деген қызығушылығын ояту. Міндеті пәндерді зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Бұдан күтілетін нәтиже жобалар қорғау, ғылыми конференцияларға, олимпиадаларға, жалпы пәнге қатысты сайыстарға қатысу. Енді спорттық үйірмелер, бұл мақсаты денсаулықты нығайту, міндеті спортқа деген сүйіспеншілікті арттыру. Бұдан шығатын нәтиже жарыстарға. Енді үйірмелердің пайдасы, біріншіден, балалардың бос уақытын тиімді пайдалану, екіншіден, қабілеттерді дамыту, үшіншіден, жаңа достар, жаңа орта табу болып табылады. Осы енді 2024-2025 оқу жылында мектепшілік пәндік үйірмелерге қатысатын бала саны, жалпы мектепшілікке 992 бала қатысады. Оны жалпы 1164 бала болатын болса, соның 992 баласы, яғни 85% мектепшілік үйірмемен қамтылған. Жалпы мектепшілік 37 үйірме бар, оның 21-і пәндік үйірме, 6-ы көркемдік эстетикалық бағыттағы үйірме, 10-ы спорттық бағыттағы үйірме. Яғни спорттық бағыттағы 10 үйірмеге 600 бала қатысады. Көркемдік эстетикалық бағыттағы 6 үйірмеге 90 бала, пәндік 21 үйірмеге 382 бала қатысады. Мына жерде диаграммамен шығарып көрсетіп қойылған. Енді мектептен тыс үйірмелерге қатысатын бала саны осы оқу жылында оқушылар үйінде 125 бала, өнер мектебіне 42 бала, спорт мектептеріне, яғни 106 бала, сосын мәдениет үйлеріне, би үйірмесіне 15 бала қатысады. Енді осы мектеп және мектептен тыс және жеке ақылы орталықтарға қатысатын бала саны осы 2024-2025 оқу жылы мектепшілікке 992 бала қатысса, 309 бала мектептен тыс мекемелерге қатысады, ал 17 бала ақылы орталықтарға қатысады. Жалпы 1318 бала, яғни 100% қосымша біліммен қамтылған. Енді келесі кезекте мектепшілік адал ұрпақ ерікті мектеп клубының жұмысы, яғни бұл адал ұрпақ ерікті мектеп клубының қатарында 20 оқушы қамтылған. Мына жерде сол жұмыс барысынан көріністер. Сонымен қатар үйірмелердің өткізіп жатқан көріністері, пәндік үйірме, спорттық үйірмелердің суреттері көрсетілген мына жерде.
мына жерде ағылшын үйірмесі жетекшісі рысдәулетова гүлжайна апай, сонымен қатар шахмат үйірмесі үйірме жетекшісі арман ағай қуанышбаев, және волейбол үйірмесі жетекшісі жандәулет қадырхан ағайлардың жұмыстары көрсетілген. Сонымен қатар асық ату және бес асық үйірмесінің мектепшілік жарысынан көріністер, яғни асық ату үйірмесі бізде жетекшісі қамысбаев қуаныш ағай, бес асық үйірмесінің жетекшісі жасұланов асхат ағай. Ең қорытып айтатын болсақ, мектепшілік үйірмелер баланың жан жақты дамуына зор үлес қосады. Әр оқушы өз қабілетіне сай үйірме таңдап жетістікке жете алады. Осымен менің жұмысым аяқталды. Келесі бізде. Рахмет. Келесі Айнұр, дайынсыз ба? Айнұр. Саламатсыз ба? Иә, дайынмын. Айта беріңіз. Саламатсыздар ма? Так. Бүгінгі мен негізі үйірмемнің аты English Club болатын. Соның ішіндегі алған тақырыбым Happy Friendship Day, яғни достық күні болатын. 7-ші сыныптардың арасында өтілген үйірме. Яғни жалпы бұл үйірменің мақсаты оқушылардың ағылшын тілінде сөйлеуін дамыту. Яғни жаңағы өзі 5 дағды бар ғой, соны сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу дағдыларын жетілдіру болып табылады. Және оқушылардың өзінің тілдік кедергілерінен арылып, өзінің ойын еркін жеткізу алуы осы үйірме арқылы. Және де осы әлемдік мәдениетті түсініп, әртүрлі жаңағы елдердің мәдениетімен, салттарымен танысуға көмегін береді. Және командалық, жұптық, жаңағы өзінің достық қарым-қатынастар арқылы жұмыс жасауды үйрету болады мақсаттары. Ал енді жалпы маңыздылығын айта кетсек, оның сабақтарды, осы үйірме сабақтарын қызықты өткізуге тырысамыз, және дебаттар, әртүрлі жарыстарға қатыстырып, мектепшілік болсын, аудандық онлайн жарыстарға қатыстыру арқылы көмек беру, және де өзінің тілдік ағылшын тілін болашақта жетілдіру болып табылады. Және осы үйірме арқылы жетістіктер де бар. Онлайнда, мектепшілікте, аудандықта жетістіктер болды. Яғни оқушылар түрлі олимпиадалар мен сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Яғни кейбір оқушыларымыз ағылшын тілінде эссе жазып, жаңағы сайттарға жіберіліп, байқауларға да жіберілген болатын. Және тағы бір жетістіктері оқушылар өздерінің ағылшын тілінде өз ойын еркін жеткізу болды. Және ағылшын тілінде сахналық қойылымда, презентациялар өздері ұйымдастырып, соны жобаларын таныстыру болды. Жалпы енді мына жерде бізде достық туралы болды, The Friendship Day деген нені алған болатынбыз, тақырыпты алған болатынбыз. Яғни достық туралы мына жерде 7-ші сыныптар арасындағы үйірмеде оқушылар өздерінің яғни слайдын жасаған болатын. Мына жерде сол сыныптағы балдар болып бір жерге жиналған суреттерін таныстырып, оны немен таныстырған болатын, ағылшын тілінде сөйлеп осы кезде. Енді келесі бет көрсетесіз апай. Мына жерде interesting facts about friendship, яғни достық туралы қызықты фактілер деген тақырып болатын. Бұлар яғни өздерінің оқушылардың жасаған, өздері оқушылардың жасаған сөздері, тапқан фактілер болатын.
яғни мысалы біріншісінде a lifetime friendship, өмір бойы сақталатын жаңағы не туралы, достық туралы. Яғни мына жерде психологтардың айтуынша достық 7 жылдан астам уақытқа дейін созылса, ол андай өмір бойы сақталады деп тұр. Екіншісінде the benefit of having friends, яғни дос болудың пайдасы деген. Яғни бұл жерде достардың бірнеше олардың артықшылықтары бар. Олар жаңағы біріншіден стресс пен потом депрессияны азайтып, жаңағы өміріңді ұзартып, сізді андай бақытқа бөлейді деп тұр, иә. Сонымен қатар достық ол достасу жаңағы өзіңнің жан дүниеңе пайдалы деген болатын. Келесі үшіншісі be friendly, яғни достық жаңа қарым қатынаста болу, күлімдеу және достық қарым қатынаста болу, бұл яғни достасудың жолы, өзіңді жоғары ұстама деген мағынада айтып тұр. Төртіншісі International Friendship Day, яғни халықаралық бүкіләлемдік достық күні деген. Яғни бұл жерде The Beatles деген топтың With a Little Help from My Friends ән туралы 1967 жылы жаңағы 10-шы күні халықаралық достық күн атап өтуге арналған өлеңі шығарылған болатын осы топтың. Яғни енді жалпы осы үйірменің мақсаты оқушылардың өзінің ағылшын тіліндегі қарым қатынасын жақсарту, дамыту болып табылады. Және сөздік қорын байыту, жаңа тілдік дағдыларын жетілдіру, ағылшын тіліне қызығушылығын арттыру және жаңа халықаралық деңгейлерде білім алуға, өзінің мүмкіндіктеріне жол ашуға көмек беру және оқушылардың өз-өзіне сенімділігін сезінуіне көмек беру болып табылады. Жалпы болды менің слайдым. Yukarı dayınız var. Иә. Қазір. Саламатсыздар ма? Менің алып отырған үйірмемнің тақырыбы Happy English деп аталады. Яғни бұл негізгі төменгі сыныптардан бастап қамтылып келе жатқан үйірме жоспары. Яғни қазіргі таңда ағылшын тілі 21 ғасырдың тілі болып табылады. Оған кез келген адамның құштарлығы да ерекше. Әсіресе балалардың шет тіліне қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру әрбір шетел тілі мұғалімнің міндеті болып табылады. Демек, балаларымыздың ағылшын тілін білуі ол уақыттың негізгі талабына сай қазіргі таңда. Ағылшын тілін үйрету кезінде ойын элементтерін пайдалану баланың шет тіліне деген қызығушылығын арттырып, жаңа тақырыптарды игеруіне көп көмегін тигізеді. Қазіргі таңда балаларды жеңіл жолмен үйретудің бірі ол ойын арқылы деп білемін. Соны мақсатқа ала отырып, осы үйірме жоспарын жасаған болатынмын. Оқыту үйрету ойындарының бірі ол дидактикалық және ситуациялық, сайыстық, қимылдық, ырғақты, музыкалық және көркемдік көптеген түрлер болып табылады. Бұл үйірменің негізгі мақсаты қандай? Қазіргі таңда оқушының жеке тұлға болып қалыптасуына және оның тұтастай дамуына ықпал ету, сөйлеу қызметін қалыптастыру, төменгі сынып оқушыларының эмоционалдық, шығармашылық, әлеуметтік, тілдік қабілеттерін дамыту, ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алу негіздерін меңгеру болып табылады. Сонымен қатар, қазіргі таңда төменгі сыныптарда оқу пәнінің міндеттері қандай, үйірме жұмыстарының негізгі жасалатын міндеттері.
кез келген үйірме жұмысының барысында балаларға қызықты өту негізгі мақсат болып табылады. Сол аралықта мысалы төменгі сыныптар оқушыларының арасында ой өрістерін кеңіту, қолжетімді және қарапайым деңгейдегі шет тілін ауызша және жазбаша сөйлеуді игеру қажеттілігі қарапайым лингвистикалық түсініктерді меңгеру болып табылады. Сонымен қатар көбінесе қазіргі таңда бастауыш сыныптар негізі рөлдік ойындарға көрініс арқылы көрсетуді негізі олар өздері жақсы көреді. Сол рөлдік ойындар арқылы балалардың ағылшын тілдік деңгейін жақсартуға болады. Оқушыға рухани адамгершілік тәрбие беруде негізгі міндеттері болып табылады. Бұл үйірмеден негізі қазіргі таңда күтілетін нәтижелер төменгі сынып оқушыларының лингвистикалық ой өрістерінің кеңеюі, төменгі сынып оқушыларына қолжетімді және қарапайым деңгейде шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеуді игеруге қажетті қарапайым лингвистикалық түсініктердің меңгеруі болып табылады. Психологиялық кедергіні жеңу үшін және жаңа тілдік әлемге төменгі сынып оқушыларының коммуникативтік психологиялық бейімделуі шет тілін пайдалану арқылы үйрететін ойындар, оқу қойылымдар процесінде балалардың эмоционалдық саласының дамуын көруге болады. Сонымен қатар осы үйірме барысында негізгі жоспарларды шағын бөлігін сіздерге ұсынып отырмын. Ең бірінші, қазіргі таңда төменгі сыныптарда үйірме жоспарларының негізгі бөлінісі болып саналатын ол сәлемдесу, танысу, яғни қарым-қатынас дағдылары мен білімін қалыптастыруға көп көмегін тигізеді. Одан кейінгі екінші жоспар ретінде жыл мезгілдердің ауа райын season and weather тақырыбын алуға болады. Балаларға ауа райын таныстыра отырып, оны суреттеуді емін-еркін үйрету. Одан кейін уақыт time, what time is it деген сұрақты енгізе отырып, уақытын сұрап бұған жауап беруді үйрету. Яғни сағаттың қанша болғанын сұрап сол туралы білуге болады. Одан кейін киімдер clothes тақырыбында жаңа лексикалық материалдармен таныстыру, түстер, colors, лексикалық таныстыру. Одан кейін жабайы аңдар, үй жануарлары, жаңа жылға байланысты, мерекелерге байланысты, сандарға байланысты сұрақтар қойып таныстыруға болады. Сонымен қатар қазіргі балалардың мына жерде сіздерге көрсетіп отқан жұмыс барысындағы іс-әрекеттері кез келген тақырыпта балаларға сұрақ берсеңіз де, кез келген тапсырмалар берсеңіз де, олар өз ойларын емін-еркін жеткізе алатын деңгейде болады деп ойлаймын. Жалпылама осы менің айтатыным. Келесі бізде Әбілхайыр дайынсыз ба? Саламатсыз ба, иә, қоса беріңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің үйірме жұмысымның жалпы тақырыбы ол туған өлке тарихы деп аталады. Жалпы енді бұл үйірме жұмысының жалпы жоспарына, жалпы барысына тоқталатын болсақ, негізінен үйірме жалпылама Қазақстан тарихы пәні ол білесіздер, жалпы білім беретін мектептерде ол ерекше маңызды пәндердің бірі. Өйткені кез келген мемлекеттің азаматы ол өз елінің жаңағыдай мекендеп отырған халықтың тарихын, жалпы өлке тарихын білу олар үшін өте маңызды болып табылады. Және осы төл тарихымыз біз кеңес үкіметі тарағаннан кейін қайта жазылып, өз халқының талабына сай қызмет ете бастаған болатын. Еліміздің қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық өмірінде болып жатқан өзгерістер мен жаңалықтар, жаңа үрдістер жалпы адамзат баласы үшін ғасырлар бойы жинақтаған құндылықтар мен игіліктерін қайта зерделеп, жаңаша көзқарастар мен тұжырымдарды қалыптастырған болатын. Туған өлке тарихы жалпы үйірмесі ол оқушылардың қызығушылығын, қабілетін, бейімділігін толығымен ескеруді көздейтін үйірме болып табылады. Енді үйірменің мақсатына тоқталатын болсақ, бірінші, жас ұрпақты әлеуметтік белсенділікке тәрбиелеу, екінші, адамзат басынан кешірген аса әлеулі тарих оқиғаларды және жинақтаған бағалы құндылықтарды оқушыларға таныстыру,
және одан кейін келесі өлке туралы тарихи білімдерін жалпылама шыңдау. Төртінші, жауапкершілікке, тиянақтылыққа тәрбиелеу, жалпы адамгершілік құндылықтарды бойына сіңірту болып табылады екен. Жалпы бұл үйірменің міндеттері негізінен үйірме міндеттері оқушылар бойына патриоттық азаматтық құндылықтарды дарыту, туған халқына деген құрмет, мақтаныш сезімін ұялату, жалпы қазақ ұлттық рухты дамыту, маңызды істерді шешуге қабілетті, іскер, жауапкершілікті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады екен. Негізінен бұл үйірме жалпы 4 бөлімнен 34 сағаттан тұрады. Бірінші бөлім ол өлке туралы жалпы мәліметтерге шолу жасау, екінші бөлім ол туған өлке шежіресі, үшінші бөлім кеңес үкіметі тұсындағы өлке тарихында өзгерістер, жалпы кеңес үкіметі құрамындағы Арал өлкесінде қандай өзгерістер болды, қандай қиындықтар, қарама-қайшылықтар болды, соны талдау. Төртінші бөлім қазіргі өлке ахуалы, яғни қазіргі кездегі Арал өлкесіндегі жалпы өзгерістер, тұлғалар және де тарихи орындар, ескерткіштер, солардың барлығын зерттеп шолу жасау. Жалпы бұл үйірме барысында оқушылар осы аудандық, республикалық әртүрлі онлайн олимпиадаларға, жалпы аудандық сайыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болып отыр. Мысалы айтатын болсақ, Нартаев онлайн олимпиадасы, және де бізде Бекмаханов олимпиадасы өтеді, және тарих ата секілді олимпиадаларға оқушылар қатысып жүлделі орындарға иеленіп отыр. Жалпы бұл үйірме осы оқушылардың әртүрлі қабілеттерін жетілдіретін, жалпы өлкесінің тарихын білуге, оны ары қарай зерттеуге үлкен құлшынысын, қызығушылығын арттыратын үйірме болып табылады екен. Тек қана өлке емес, жалпы осы Қазақстан тарихына қатысты барлық құнды бағалы мәліметтерді үйреніп, оқушылар ары қарай жалпы тарих саласына өздерінің қызығушылықтарын арттырып, болашақта осы сала бойынша жұмыс істейтін маман болуға жол ашады. Жалпы үйірменің мақсаты, міндеттері жалпы осындай бөлімдерден тұрады. Жақсы, осымен аяқталды. Рахмет, Әбілқайыр. Келесі бізде 10 минут уақытымыз бар. 2 адам тойлап кеткен, 1 адам тойлап кеткен. Келесі кім екен? Азамат бар ма? Әйгерім барсыз ба сіз? Иә, бармын. Әйгерім сіз Иә. азаматқа хабарласып Иә, мен қосым. Айбол. Қазір хабарласам азаматқа. Мен алтын айтқан. Алтын айтқан. Әйгерім бастай беріңіз. Саламатсыздар ма? Менің үйірмемнің тақырыбы жас математик деп аталады. Яғни бұл мектебіміздегі мектеп алды сыныптарға арналады. Біздің жалпы мектепте 2 мектеп алды сынып бар. Осы 2 мектеп алды сыныптан бір топтан 8 және екінші топтан 7 оқушы, жалпы 15 оқушы қамтылып отыр. Осы үйірменің мақсаты, үйірмеміздің мақсаты, келесін ашып жіберіңізші. Үйірме жұмысының мақсаты оқушылардың математика пәніне деген қызығушылығын арттыру, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады. Үйірме жұмысының міндеттері математикалық білімге қызығушылығын арттыру, ой өрісін кеңейту, өз бетімен жұмыс істеу қабілеттерін дамыту және тапқырлыққа тәрбиелеу, математиканың өмірмен байланысын көрсету. Осы үйірмеміздің күтілетін нәтижесі оқушылардың есептерге талдай жасай білу,
қорытынды жасай білу, білуге үйрену керек, және байқағыштыққа, тапқырлыққа, берілген есептерді шеше білу, логикалық есептерді шеше білу, табу, өз бетімен жұмыс жасай білу, және математикалық ой өрісін кеңейту математикалық білімдерін толықтыру болып табылады. Жалпы жаңа айттым, екі топтан бізде үйірмеге 15 оқушы қатысады. Осы оқушылардың үйірме барысындағы суреттері. Және бізде онлайн дарынды бала математикалық алтын сақа деген онлайн бізде математикалық сайыс өтілді. Осы оқушылардың қатысқан нәтижелері бірінші және екінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Болды. Рахмет. Келесі бізде. Ернар, барсыз ба? Мен Ернар, айтайыншы. Иә, айта беріңіз, дайын. Ернар, сайтыңызды ашып қояйын. Ашып алайын қазір. Мгм. Ернардан кейін тоқтатамыз да қайтадан кіреміз бізге. Зумға, өйткені Ернардан кейін уақыт кетеді, сақтап алу керек. Бірден кіре бересіз ғой. Ернар, бастай беріңіз. Қайырлы күн, саламатсыздар ма, әріптестер, байлар. Енді мен де өлке тарихы үйірмесін алып отырмын жоба ретінде. Яғни бұның мақсаты, міндеті тарихи материалдарды игеру, таным көкжиектерін оқушыларға сіңдіру, қалыптастыру, яғни арал өлкемізде өткені мен бүгінін оқушыларға түсіндіру, тарихи мәдени ескерткіштерге шолу жасау, қашан қалыптасты, қашан салынды, немесе оның қандай маңызы бар деген сияқты оқушыларға тың ақпараттар беру, немесе өздері үйренгісі келетін, барғысы келетін мәдени мұраларға саяхат жасау, яғни осы өлке тарихын мектепте ғана ұғындырмай, оны практика жүзінде көрсету, апарып көрсету, жақын алыс жерлерге ұйымдастырып, экскурсия ретінде тарих сабағын және өлке тарихын оқушыларға ұғындыру болып табылады. Ұйымдастыру, қызығушылығын арттыру, яғни сол ескерткіштерді байқауларға, конкурстарға, түрлі шараларға оқушыларды сол тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау мақсатында осы ұйымдастыру болып табылады. Яғни ұйымдастырудың түрлері дәріс, әңгіме, экскурсия, саяхат, кеңес, дебат, әртүрлі көрмелерді рәсімдеу, таңдалған тақырыптың нақты базасын құру, бейне презентация жасау, тарихи оқиғаларға шолу жасау, зерттеу, талдау, яғни немесе әңгімелер құрау, сол туралы белгілі бір жобаларды іске асыру деген сияқты, ең соңында жас өлкетанушы деген байқауды өткізіп, жыл соңында қорытындылау. Яғни оқушылардың арасында белсенділік танытқан, немесе бір тарихи мәдени мұраны зерттеген оқушы, жан-жақты зерттеген оқушы жақсы үлгілі деп марапаттау, ынталандыру нәтижесінде. Яғни қорытынды жұмысын жүргізу формасын айтып өттім. Яғни көрмелер, шығармашылық жұмыстарды көріп шығу, фотолы альбом жасау, яғни арал тарихының өткені мен бүгінін, келешегін болжау деген сияқты. Ашық сабақтар өткізу, баяндамалар таныстыру. Енді мына жерде өлкетану үйірмесінің жұмыс жоспарын жасаған болатынмын. Яғни мен аралға бағыттадым. Яғни аралдың бұрынғы тарихы, ізі, қалыптастырған оқиғалары,
Оның ішіне музыкасы, барлығы, яғни барлық аралдың мәдениеті кіретін болады. Сондықтан осы оқушыларға осыны ұғындыру. Енді мына жерде тарихи музейлер бар аралда, қаламызда. Соны мына тарихшы апай ағайларымыз аралатқан болатын, көрсеткен болатын. Яғни мектепте айтқан бөлек, сабақ барысында айтқан бөлек, барып көзбен көріп тамашалаған оқушыларға басқа әсер беретін ұққан болатынбыз. Енді мен бағана айтып өттім, экскурсиялық сабақтарды ұйымдастыру, шолулық, тақырыптық, яғни мына мысалдар келтіріп өткен болатынмын. Яғни біздің ғалым атамыз Шоқан Уәлихан өзінің саяхаттарын жасаған болатын. Ол яғни бір жерлерді зерттеу, ашылмаған тарихы, мысалға Қашқарияға сапары, Ыстықкөлге сапары деген сияқты адам аяқ баспаған, бармаған деген сияқты өлкелерді зерттеген болатын. Бір мысал ретінде осы Шоқан Уәлихановтың саяхаттарын алып көрсетуге болады. Яғни оқушыларға саяхат ретінде тарих сабағын ұғындыру, қалыптастыру, бойларына сіңдіру. Рахмет, осы қысқаша осы менде. Рахмет үлкен. Қазір бізге қайтадан қосыламыз сілтемеге, мен сақтап алайын мынаны. Бастапқы сілтемеге. Гүлжауһар апай, сіз бастайсыз, дайындап отырмыз.